almadık. Niye bir gektir жерге жете алмадық? Осы жердің мәселесі. Bütün кезіндегі шенеуніктер теңгеге сатып өткен жаңағы көрсеткіміз заңды дейді. Ол жүйедегі көрсеткенің бәрі заңсыз. Теңгені кім берді? Байлар алды сол кездегі жердің бәрін. Ал біздің оралмандар әлі мінекей кедейшілік. Әзір кейбір семьяларда айтатын болсаң, азығында нанда тауып жей алмайтын күйге жетті. Айланып келгенде не бір сот үй жеріміз жоқ, не үйлік жеріміз жоқ. Осы жердегі тұрғындарды көбінесе осы оралмандар көтерді жағдайын. Өйткені жаман шығып кеткен үйлеріне дейін қымбат бағада сатып алып, осылардың жағдайын өкімет биттейді. Халыққа көмектескен жоқ бұрынғы жүйе. Ал енді бізді мына оралмандар әлді кім бағып жатыр? Өкімет бағып жатқан жоқ. Оралмандардың мына түрік бағып жатыр. Түріктің әзір біз құлы болдық. Балаларымыз құл болды да, қыздарымыз күң болды. Міне Қазақстанның жері дүние жүзі бойынша 9-шы орында дейді. Бұл тегінде кезінде оқымаған ана жоғарғылар қат өлшеп алған. 9-шы орында болатын болса, ең құрмағанда 10 сот үйден бір гектардан жер мына оралманға неге бұйырмайды? Біз қанша уақыт күтуіміз керек? Біздің жағдайымыз әзір тым мүшкіл. Енді кейбіреулердің жағдайы ішінде жақсы шығар. Кейбіреулер әзір нанды тауып жей алмай қалды. Мына қымбатшылық жайлаған мына заманда әзір жағдай өте мүшкіл. Оралмандар жағынан мен айтайын. Ең жақсы мына оралмандарға 10 сот үйден жер. 2 гектардан 5 гектарге дейін жер берсін. Сонда ғана күнін көреді. Мына жаңа Қазақстан, сонда ғана Қазақстан бола алады. Әзір мына жүйенің, ескі жүйенің 30 жыл міне бізді алдап, сандалтып келді. Менің айтарым, мына жоғарыдағы басшылар осыны естісе екен деймін. Мына оралмандарға көңілін бөлсін. Қашанғы күтеміз? 30 жыл күттік. Енді күтетін жағдайда шамадағы малы қалды. Құл болып кетті мына халық. Әзір мына Тескен суда 200 қанша семья бар. Ешқайсында жер жоқ. Біреу береді, біреу тартып алады. Әзір кім ақша берсе, соған береді. Ал ақшасы жоқ. Кедей байқұстар жүр міне қаңғырып. Сол үшін мына оралманды мына жоғарғы өкімет ескерсе екен деймін. Болды, басқа әңгімем жоқ.